Нан. Қазіргі таңда көпшілік адамдардың үрейін туғызатын өнімге айналды. Артық салмақ, ішектегі жайсыздық, тіпті қант диабетінің өршуіне себеп болатын өнім ретінде танымал болды. Бірақ ата-бабамыз мыңдаған жыл бойы нанмен дос болып, оны ас атасы деп ардақтап келген. Қазір не өзгерді? Нанның құрамы өзгерді ме? Әлде мәселе біздің ағзамыз ба? Деген сұраққа жауап берейік. Бүгін мен Мирас Ерланұлы, нан төңірегіндегі бос үрей мен негізсіз тыйымдарды ысырып, тек нақты физиология мен ғылыми фактілерге сүйене отырып, нан туралы шындықты айтып беремін. Шындықты білуге дайын болсаңыздар, бастайық. Нанның құрамында бірінші кезекте көмірсулар бар. Нақтырақ айтсақ, картоптағыдай крахмал. Бірақ біз картоптан семіреміз деп қорқамыз, ал нанға келгенде бұл туралы ұмытып кетеміз. Көмірсу бұл біздің ағзамыздың негізгі батарейкасы. Әсіресе қара нанда баяу көмірсулар бар. Көп адамдар нан зиян деп, нанды өз рационынан мүлдем алып тастайды. Артынан созылмалы шаршау мен апатияға шағымданады. Жаттығу жасауға күш жоқ, миы жұмыс істегісі келмейді. Себебі сіз өз ағзаңызды негізгі энергия көзінен шектедіңіз. Есімізде болсын, баяу көмірсуларсыз қалыпты өмір сүру мүмкін емес. Нандағы екінші маңызды компонент ақуыз, яғни белок. Нанда белок бар. Оның аты көпке танымал глютен. Қазір глютенді ішекті бұзады, аутоиммундық аурулар тудырады, қалқанша безді істен шығарады деп айтыс әнге айналды. Дәрігер ретінде айтарым, бұл миф. Егер сізде генетикалық целиакия ауруы болмаса, глютен сау адамның шегін қабындырмайды, немесе буынын ауыртпайды. Бұл туралы видеоның соңында толығырақ тоқталамын. Нандағы үшінші компонент талшықтар. Қара нандағы жасұнық мөлшері көкөністермен салыстырғанда аз болса да, ол өте сапалы. Адамға тәулігіне 30 грамм талшық қажет болса, соның қомақты бөлігін наннан алуға болады. Талшықтың ағзаға әсері. Іш қатудың алдын алады. Қант диабеті мен артық салмақ қаупін төмендетеді. Ең бастысы, біздің ішек микробиомасын, пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Тіпті ғылыми зерттеулер талшықты жеткілікті тұтыну тоқ ішек рағының қаупін айтарлықтай азайтатын дәлелдеген. Нандағы төртінші компонент – бұл микроэлементтер. Қара нан магний мен темірдің көзі. Өсімдік тектес темір етке қарағанда нашарсым еді. Сонымен қатар, нан В тобы витаминдерінің негізгі қоймасы. Ал бұл витаминдерсіз жүйке жүйесінің тұрақты жұмыс істеуі мүмкін емес. Стресске төзімді болғыңыз келсе, наннан қашпаңыз. Енді ақ нанға тоқталайық. Бұл қара нанның ашылған немесе жеңілдетілген нұсқасы десек болады. Оның құрамында іс жүзінде тек крахмал мен глютен ғана қалған. Қарапайым заңдылыққа сүйенейік. Өнім неғұрлым ақ болса, оның өңделу деңгейі соғұрлым жоғары. Ал жоғары деңгейдегі тазарту кезінде дәннің ең құнды бөліктері талшықтар, клетчаткалар, минералдар мен В тобы витаминдері жуылып шығып кетеді. Ақ нанның құрамында көбіне қопсытқыштар, консерванттар мен тұрақтандырғыштар кездеседі. Бірден айтайын, бұл өте қауіпті емес. Тамақ өнеркәсібінде рұқсат етілген мөлшерде олар ағзаға зақым келтірмейді. Бірақ мәселе басқада. Олар сізге ешқандай қосымша пайда бермейді. Бұл жай ғана бос химиялық элементтер болып саналады. Көп адамдар нан сөзін естігенде калориядан қорқады. Салыстырып көрейік. Қара нанда 100 граммда шамамен 200 килокалорий. Ақ нанда 100 граммда шамамен 250 килокалорий. Айырмашылығы жер мен көкте емес. Бірақ негізгі мәселе калорияда емес. Оның сіңу жылдамдығында. Ақ нанның бір ерекшелігі, ол аузыңызға салған сәттен бастап ыдырай бастайды. Бір кесек ақ нанды шайнап көріңізші, жарты минуттан соң тәтті, дәмді сезесіз. Бұл крахмалдың тез арада қантқа айналу процесі. Нәтижесінде қандағы қант деңгейі күрт көтеріледі. Сіз тез ашығасыз. Ағзаңыз тағы да жеңіл калория талап етеді. Сондықтан менің кеңесім: дүкенде нан таңдағанда әрдайым қара немесе бүтін дәннен жасалған, орысша цельнозерновой нанды таңдаңыз. Бұл небәрі 2 секундтық таңдау. Бірақ осы кішкентай таңдау арқылы сіз ағзаңызға қажетті талшықты, минералдарды және жүйке жүйесіне керекті В витаминдерін сыйлайсыз. Бұл денсаулық жолындағы кішкентай, бірақ маңызды жеңіс. Интернетті ашсаңыз, барлығы инсулиннің секіруінен қорқады. Логика бойынша, нанда крахмал бар. Крахмал инсулинді көтереді. Демек, нан инсулиннің басты жауы деп ойлайды. Шындыққа келсек, егер сізде қант диабеті болмаса, яғни сіздің деніңіз сау болса, бұл секірулерге бола бас ауыртудың қажеті жоқ. Инсулиннің бөлінуі бұл сау ағзаның қалыпты жұмысы. Оны көздің қарашығымен салыстыруға болады.
жарық түскенде қарашық тарылуы тиіс қой. Сол сияқты, тамақ ішкенде инсулин бөлінуі табиғи процесс. Ауқымды эндокринологиялық зерттеулер бойынша, тамақтан кейінгі инсулиннің көтерілуі сау адамға зиян тигізбейді, тәбетті бұзбайды және семіздікке себеп болмайды. Инсулин жаман емес, ол қажет. Ол бөліну жатса, демек ұйқы безіңіз өз қызметін мүлтіксіз атқарып тұр деген сөз. Сондықтан бұдан қорқуды доғарайық. Тағы бір өзекті мәселе бар. Нан жесем, ішім кебеді дейтіндер аз емес. Статистика бойынша, халықтың шамамен 20% нан жегеннен кейін ісіну мен жайсыздықты сезінеді. Бұл аз көрсеткіш емес. Адамдар мұны бірден панкреатит немесе өт жолдарының ауруы деп ойлап қорқа бастайды. Бірақ көбіне бұл нанның құрамындағы элементтерге ішектің берген реакциясы, яғни артық газдың түзілуі. Мұндай жағдайда нанды өмірден мүлдем сызып тастау шарт емес. Тек өз мөлшеріңізді табу керек. Егер сіз көп нан жеген соң ішіңіз мазаласа, бұл сіздің ағзаңыздың жеке сигналы. Медицинада low FODMAP деп аталатын арнайы тамақтану жүйесі бар. Ол ішектегі газды азайтуға бағытталған, және оның бір тармағы нан өнімдерін белгілі бір мөлшерде шектеу. Бірақ бұл тыйым емес, бұл жай ғана өз ағзаңызға жайлылық сыйлау. Көптеген адамдар диабет кезінде нан жеуге бола ма деп сұрайды. Жауабы иә, бірақ маңызды ерекшеліктер бар. Диабеті бар жан үшін ең басты міндет қанға көмірсулардың сіңу жылдамдығын баяулату. Өйткені глюкозаның күрт секіруі көз, бүйрек және аяқ тамырларын зақымдап, уақыт өте келе инфаркт немесе инсульт қаупін арттырады. Менің ұсынысым, тек бүтін дәннен жасалған цельнозерновой нанды таңдаңыз. Өйткені онда талшық көп. Нанды ешқашан жалғыз жемеңіз. Оны ақуыздармен және жасұмықпен біріктіріңіз. Бұл қанттың көтерілуін тежейді. Диабетиктерге де көмірсу қажет. Тек олар сапалы әрі баяу болуы тиіс. Соңғы жылдары глютеннен бас тарту үлкен сәнге айналды. Бірақ достар, сау адам үшін глютен бұл жай ғана белок. Ол ішекті бұзбайды және теріге әсер етпейді. Глютеннен бас тарту тек екі жағдайда ғана міндетті. Бірінші, нанға аллергия болса. Бөртпе, ісіну, демалудың қиындауы. Екінші, целиакия. Бұл халықтың тек 2%-да кездесетін аутоиммундық ауру. Мұнда иммунитет глютенге шабуыл жасап, ішекті зақымдайды. Егер сізде целиакияның нақты диагнозы болмаса, глютеннен қорқып, қымбат глютен-фри өнімдеріне ақша шығындаудың қажеті жоқ. Интернеттағы таралып жүрген тағы бір миф, ашытқы ішекте саңырауқұлақ өсіреді деген ертегі. Есіңізде болсын, нан өте жоғары температурада піседі. Ал жоғары температурада кез келген ашытқы өледі. Піскен нанда тірі ашытқы болмайды. Ашытқысыз нан мен ашытқылы нанның айырмашылығы тек дәмі мен бағасында ғана. Пайдасы бірдей. Арықтағың келсе, нанды таста дегенді жиі естиміз. Бұл үлкен қателік. Біз нақты бір өнімнен емес, калорияның артықтығынан семіреміз. Тіпті кешкі 6-тан кейін нан жесеңіз де, егер ол сіздің тәуліктік калория мөлшеріңізден аспаса, сіз семірмейсіз. Денеңіз сағатқа қарап тұрмайды. Сондықтан арықтау кезінде нанды рационда қалдыруға болады. Тек мөлшермен құрамына мән беріңіз. Сонымен, нан біздің жауымыз емес. Ол мыңдаған жыл бойы адамзаттың бастасы болды. Мәселе нанның өзінде емес, біздің оны дұрыс таңдай білуімізде. Менің дәрігерлік кеңесім. Қара немесе бүтін дәннен жасалған нанды таңдаңыз. Құрамын оқыңыз. Бал, кептірілген жемістер мен жаңғақтар нанның калориясын еселеп жіберуі мүмкін. Сау тарелка ережесін сақтаңыз. Тарелкаңыздың 1/4 ғана көмірсуға, яғни нанға беріңіз. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып каналға жазылыңыз. Пікірге жаза кетіңіз. Сіз нанды рационыңыздан шығардыңыз ба? Әлде тұтмассыз ба? Өзімізді күтіміз. Сау болыңыз.